Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айгүл Даулабай. Цифрлық трансформация жөніндегі жұмыс тобының ағымдағы қызметін түсіндіру мақсатында көлік вице-министрі Мақсат Қалиақбаровтың төрағалық етуімен отырыс өтті. Отырыс барысында мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау қағидалары шеңберінде министрліктің функцияларына реинжиниринг жүргізу үшін құрылған жобалық команданың жұмысы таныстырылды. Отырыстың қорытындысы бойынша деректерді цифрландыру министрліктің азаматтармен, бизнеспен және мемлекеттік органдар арасындағы өзара іс-қимыл тетігін жеңілдету үшін барлық функцияны қайта қарау бойынша бірқатар тапсырма берілді. Астана қаласының әуежайында мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қатысуымен ұшу-қону жолағын қайта жаңартуға дайындық мәселесі бойынша кеңес өтті. Айта кетерлігі, әуежайдың қолданыстағы ұшу-қону жолағы 20 жыл бұрын пайдалануға берілген және осы уақытқа дейін аэродром жабындарына тек ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Сөз кезегінде Терминалс Холдинг компаниясы алдағы дайындық және құрылыс монтаждау жұмыстарының кестесі туралы хабардар етті. Кестеге сәйкес қайта құру жұмыстары наурыз айының соңына дейін басталады деп жоспарланып отыр. Жобаны іске асыру инвестордың жеке қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 25 жылдың көктемінде аяқталу жоспарда бар. Ұшу-қону жолағының қайта құру жұмыстары қауіпсіздік деңгейін арттырып, әуе айлағының транзиттік әлеуетін ілгерілетуге ықпал етпек. Көлік министрлігіне қарасты автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті отандық көлік, бизнес және жүктерді халықаралық автомобильмен тасымалдау мәселелері бойынша логистика өкілдерімен кеңейтілген кеңес ұйымдастырды. Іс-шара Алматыдағы логистика және көлік академиясының ғимаратында өтті. Көлік министрінің желтоқсан айында мегаполис тұрғындарымен кездесуінде берген уәдесіне сәйкес алқалы жиынға Қазақстанның барлық өңірінен тасымалдаушылар шақырылды. Кездесу барысында кәсіпкерлерге, сарапшыларға және салалық қауымдастықтардың өкілдеріне қазақстандық тасымалдаушылар арасындағы шетелдік рұқсат бланкілерін таратудың жаңа тәртібі таныстырылды. Сонымен қатар нарық қатысушылары мен халықаралық жүк тасымалдаудың басқа да проблемалық мәселелері де ашық талқыланды. Қазақстан Республикасы көлік вице-министрі Талғат Ластаев Румынияның еліміздегі төтенше және өкілетті елшісі Мадалина Лупумен кездесті. Кездесуде көлік, логистика және авиация саласындағы екі жақты ынтымақтастық мәселелері, сондай-ақ көлік министрінің Румынияға жоспарланған сапары талқыланды. Қазақстандық тарап алдағы сапар аясында Румыния мен Транскаспий халықаралық көлік бағыты аясында ынтымақтастықты дамыту жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандумға қол қою мәселесі пысықталып жатқанын атап өтті. Сонымен бірге вице-министр Транскаспий халықаралық көлік бағыты шеңберіндегі Румыния мемлекетінің рөлінің маңыздылығына ерекше тоқталып өтті. Осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар топтамасы осындай. Транспорт Ньюс бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше.